Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қандай жиналыс болды, Ерлан мырза? Кешіресіздер, кішкене кешігіп қалдым енді. Біздер енді сол бүгін жұмыстамыз ғой, сондықтан. Рахмет, уақыт тапқаныңызға. Өткен жолы енді уәде бердім ғой, уәде бергеннен кейін амал жоқ. Келіп отыр. Не? Көріп отырсыз ғой, шашымыз қалай өсіп кетті біздің де. Мен шашымды алдырып алдым, Ерлан мырза. Сен қалай алдырып жүрсің? Қазір бәрінде де сондай сұрақ. Нөмірін кейінірек жіберерім. Жоқ, бізге болмайды. Біздер де сол тәртіпті сақтаудамыз. Міне, бір қалжыңды көріп едім өткен жол әлеуметтік желіде. Кім-кімнің жаңағы шашы қалай ұқыпты алынған, содан ақ кімнің қалай карантинді сақтап жүрген байқауға болады. Жарайды, жақсы. Біздің де уайымыз сол бірдей. Көріп отырсың енді міне түріміздің. Президент кеңесшісіне барынша эфирден соң осы тұрғыда кеңес айтуға тырысамын мен. Бастайық, Ерлан мырза. Жақсы. Уақыт тапқаныңызға үлкен рахмет айтамын алдымен. Бүгінгі сұхбатта сіздің көңіліңізден шығады деген ойдан барынша дұрыс сауал қоюға тырысамын. Саясат туралы өте қарапайым сұрақтарға сізден өте сауатты жауап алдым. Бірақ мен енді бір жағынан кешірім сұраймын, кеш эфирге қосылғаныма, кешіккен енді дүйсенбі жұмыс күні, бүгін енді президент жаңа шараларды жариялап жатыр. Екіншіден өкінішке орай уақытымыз да шектеулі болады. Жақсы, бастай онда. Ерлан мырза, қараңыз, бүгін үндеуді бәріміз оқыдық, қарадық. Ең алғашқы сауал мынадай болды, менің әріптестерім де қойды. Неге президент үндеуді жазба күйінде шығарды? Неге теледидарға жазып алып, неге үндеуді солай жарияламады, болмаса неге тікелей эфирге шықпады дейді. Неге осы сауалды қояйыншы алдымен? Бұл жерде артық бірдеңе, ештеңе бір тосын бір жағдай немесе бір күтпеген бір кездейсоқтық бір жағдайдың белгілері жоқ. Президент азаматтармен пікірлесуде, тілдесуде әртүрлі форматтарды пайдаланады, көріп отырсыздар. Осы төтенше жағдай жарияланғалы бері президент бір емес бірнеше рет телевизиялық үндеумен шыққан болатын, иә. Әдетте біз енді көріп жүрміз ғой, басқа елдерде де мемлекет басшылары көбіне көп төтенше жағдай жарияланған кезде ғана осында халыққа үндеумен шығып жүрген болатын. Осы жуырда ғана мен Еуропа елдерінің бір қатар елшілерімен осы өзара пандемиямен күрес тәсілдері жөніндегі тәжірибемен алмасу бағытында кездесу өткізген. Сонда да олардың айтуынша, мысалға Еуропа елдерінің басшыларының өздері де негізінен телевизиялық үндеу болсын, басқа да осындай форматтарды төтенше жағдайдың жарияланған кездерінде шыққан болатын. Онымен салыстырған кезде президент осы төтенше жағдай жарияланғалы бері бір емес бірнеше рет телевизиялық үндеумен, екі рет арнайы телевизиялық үндеумен, және де бірнеше рет арнайы үлкен мемлекеттік комиссияның және жедел іс-қимылдау штабының отырысындағы үлкен мәлімдемелермен шыққан болатын. Енді бұл жолы текстілік нұсқамен. Сондықтан бұл жерде арнайы бірдеңен, мысалға бір ерекшелікті бірдеңен іздеудің қажеті жоқ. Президент мүмкіндігінше әртүрлі саяси қарым-қатынастың формаларын қолдануда. Мәселе қалай шықты емес, не айтылды деген мәселе. Не айтылды, оның мазмұнына қарау керек. Президент те бүгінгі өзінің мәлімдемесінде бір қатар маңызды жаңа шараларды жариялаған болатын. Жақсы, мына нәрсені сұрайын. Цитата. Заңға сәйкес 15 мамырда төтенше жағдай режимі аяқталады деді. Бітті. 11 мамырдан кейін төтенше жағдай болмайды деп сүйіншілей берейік па? Жоқ. Егер де мұқият президенттің мәлімдемесін оқыған болсаңыздар, президент нақты былай деп айтады. 11 мамырға дейін төтенше жағдай созылады. Төтенше жағдай 11 мамырда аяқталуы мүмкін. Егер де әрі қарай коронавирустың таралуына жол берілмейтін болса, көлемді, ауқымды формада. Егер де қазіргі динамика сақталынатын болатын болса, яғни ауқымды формада дамымайтын болса, әрине төтенше жағдай сол 11 мамырдан кейін әрі қарай созылмауы мүмкін. Бірақ әзірше біз білетін енді президенттің алдын ала жариялап отырған даталардың бірі осы 11 мамыр. Нақты нүкте деп айтпаймыз. Нүкте деп ешкімде айта алмайды, себебі коронавирустың таралуының өзінің ерекшелігі бар. Бұл басқа бір осы уақытқа дейін біздің мемлекеттер, әлем мемлекеттері
басқа да жаңа эпидемия, вирустан эпидемиясымен салыстыруға мүлдем болмайды. Ол тез таралуында көптеген адамдарды жұқтыруына әкеліп соқтыруда. Сондықтан коронавирустың таралу қаупін барынша дұрыс қабылдап сезіну керек, оны қауіпін. Яғни бұны бір жаңағы кемсітіп, немесе бұл ондай бір қауіпті емес екен деген секілді жаңағы түсінікті қалыптаспау керек. Жақсы. Мына нәрсе қарап шықтық. Америкада 957 мың адам ауырды, 54.400 адам қайтыс болды. Бірақ бірнеше штатында жаңағы шаштараздар жұмыс істеуді бастап жатыр, тату салондар, мінекей кейбірінде ресторандар, Монтанада жаңа церковьтер, шіркеулер жұмыс істеп жатыр. Италияда да сондай мүмкіндіктер беріп жатыр. Сонша адам қайтыс болған, сонша адам ауырған мемлекеттерде осындай мүмкіндік беріліп жатыр. Қазақстанда сұмдық бір қорқынышты емес қой, неге ашып жібермейді деген пікірлерді оқыдым. Осыған жауап алғым келеді. Бұл жерде біріншіден жаңа аталған елдердің мемлекеттік және саяси құрылымын есімізге алуымыз керек. Яғни, мысалы, Америка құрама штаттарында өздеріңіз білесіздер, бұл біртұтас мемлекет болып көрінгенмен, дегенмен де әр штаттың өзіндік дербестігі бар. Заң қабылдауда, жаңа түрлі мемлекеттік органдардың қызметінде белгілі бір қабылданған дербестігі бар. Яғни әрбір штат төтенше жағдай енгізілмей бұрында олар әртүрлі жағдайға байланысты тәуелсіз жаңа шешімдер қабылдап, әр штатта өзіндік мысалға құқықтық ережелер жүйесі бар. Бірінде республикандар, бірінде демократтар деген болмайды. Мысалға, ол бір штатта мысалға қару-жарақ еркін сатылымда, бір штатта мысалға түрлі әдетте басқа елдерде тыйым салынған заттар сатыла береді, бір штат еркін сатылымда бар, бір штатта керісінше оларға тыйым салынған. Сондықтан Америка құрама штаттарында жалпы осыған дейін де жалпы жай күннің өзінде де әрбір штат өз қалағанша шешімдер қабылдай береді. Сол сияқты Еуропа елдерінің көпшілігінде де әрбір өңірдің өзіндік бір дербестігі бар. Біз онымен салыстыра алмаймыз. Жақсы. Президенттің үндеуінен цитата. Бүгінде еліміз дамудың жаңа деңгейіне қадам басып отыр. Шын мәнінде біз енді мүлдем жаңа жағдайда өмір сүретін боламыз, деді. Демек, карантиннен кейін Қазақстан қанша пайызға өзгереді, не өзгерейін деп отыр? Мүлдем жаңа жағдай деген не ол? Тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлем жаңа жағдайда өмір сүретін болады. Осы күні кеше ғана мысалға басқа мемлекеттердің басшылары, соның ішінде мысалға Түркияның басшысы Тайип Ердоған, ол да осындай жиынның барысында айтқан болатын. Қазіргі уақытта жаңа әлемдік тәртіп қалыптасуда. Осы карантиннен кейінгі уақытта әлем жаңа тәртіптің жағдайында, әлемдік тәртіптің жағдайында өмір сүретін болады. Осыны ескеруіміз керек деп. Яғни тек қана Қазақстан емес, жалпы әлем қазір жаңа жағдайға енетін болады. Ол не жаңа жағдай деген, Ерлан мырза? Бұл біріншіден әлем мемлекеттерінің арасында қарым-қатынас тәртіптерді өзгеретін болады. Қазірдің өзінде көріп жатырсыздар, коронавируспен күрес салдары түрлі мемлекеттердегі ішкі дискуссияларға әкеліп соқтыруда. Мысалға, кейбір Еуропа елдері тіпті жаңа Еуропалық одақтан шығамыз дегендей жаңағы мәлімдемелер жасап жатыр. Шығуымызға тура келетін шығар. Себебі кейбір мемлекеттер бір-біріне көмектеспей қойды. Мысалға, Италия, басқа да мемлекеттер пандемияға осындай үлкен қиын жағдайға душар болған кезде, тап болған кезде, кейбір мемлекеттер, мысалға Еуропа мемлекеттері көмек көрсетуден бас тартқан болатын. Соған байланысты итальяндық саясаткерлердің бір қатарлар ондайда бір-бірімізге көмектеспейтін болсақ, онда неліктен біз осындай Еуропалық одақтың құрамында қала береміз? Осы пандемия аяқталғаннан кейін Еуропаның біртұтастығы жөнінде, Еуропа мемлекеттерінің құрылымы жөнінде
жалпы Еуроодақтың болашағы жөнінде үлкен дискуссия жасауымыз керек деп. Яғни бұл әлем мемлекеттерінің өзара қарым-қатынасының өзгеруіне де әкеліп соқтыратыны сөзсіз. Екіншіден, мысалға, дүниежүзілік түрлі халықаралық ұйымдардың да қызметіне байланысты түрлі пікірлер туындауда. Америка құрама штаттары, білесіздер, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына қаржыландыруды тоқтататындығы жөнінде мәлімдеген болатын. Яғни көптеген мемлекеттер пандемия жағдайындағы кедергілер мен қиындықтарға тап болғаннан кейін мынандай шешімдерге келіп жатыр. Болашақта әрбір мемлекет енді өзі дербес шешім қабылдайтын шығар. Баяғыдай халықаралық ұйымдардың жаңағы қажеттілігі болмай қалуы мүмкін деген. Бұл әрине Біріккен ұлттар ұйымы, денсаулық сақтау ұйымының қажет емес екендігенді білдірмейді біз үшін. Бірақ дегенмен де түрлі мемлекеттерде қазір уақытта әртүрлі дискуссиялардың өрбіп жатқандығы сөзсіз. Жақсы. Қараңыз, Трамп дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жұмысын өте қатты сынға алып, біз арнайы тексеру жүргіземіз, содан әзірге оған дейін қаржыландыруды тоқтатамыз деді. Бүкіл әлем осыны жазып жатыр, біздің мемлекет Қазақстандық бақта Трамп тоқтатып жатыр екен, осындай комментарий беріпті дейді. Мұның астарында не бар? Әлемдік үлкен дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына Американың қаржыландыруды тоқтатуы бұл үлкен бір дүниені өзгерте ме? Әлде? Үлкен дүниені бір жағынан өзгертпейді, бірақ бірнеше жағдайды есепке алу керек. Біріншіден, Америка құрама штаттары көптеген халықаралық ұйымдардың, соның ішінде дүниежүзілік сақтау ұйымының үлкен ірі донорларының бірі, яғни ақша құюшы мемлекеттердің бірі. Әрине, егерде Америка құрама штаттары дүниежүзілік сақтау ұйымы секілді халықаралық ұйымдарда өз жұмысын тоқтататын болса, шектейтін болса, немесе мүлдем мүшелігіне шығып кететін болса, бұл ұйымдардың қаржыландыруына да әсерін тигізуі мүмкін. Бұл біріншіден. Екіншіден, Америка құрама штаттары әлемдегі ең бір жетекші, қазір уақыттағы экономиканың көлемі бойынша ең үлкен мемлекеттердің бірі. Егерде Америка құрама штаттары сияқты мемлекеттер тарапынан осындай секілді қадамдар қабылданатын болса, бұл жалпы халықаралық қарым-қатынастар жүйесіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Егерде алып мемлекеттер, мысалға, енді қазір көптеген әлем мемлекеттерінің арасында қарым-қатынастар түрлі қабылданған өзара келісімшарттардың арқасында жүзеге асуда, өзара. Егерде Америка құрама штаттары секілді алып мемлекеттер сол қарым-қатынас тәртіптерді, ережелерді, келісімшарттарды бұзатын болса, немесе олардан шығып кететін болса, бұл әрине барлық құқықтық жүйені қайта қарауға әкеліп соқтыруы мүмкін. Сондықтан бұл үлкен, одан да глобалды өзгерістерге себепкер де болуы мүмкін. Ерлан Қарин Дональд Трамптың кеңесшісі болса, осы шешім туралы не айтар едіңіз? Жоқ, мен ол кісінің кеңесшісі емеспін, менің өз президентім бар, менің өз алдында саясаткер ретінде менің міндетім ол басқа бір мемлекеттердің басшыларының іс қадамына баға беру менің құзыретіме кірмейді. Жарайды. Мынадай пікір бар, әлеуметтік желіде өте қатты талқыланып жүр. Пандемия, коронавирус пандемиясы, үшінші дүниежүзілік соғыстың уақытын кері ары қарай ысырды дейді. Сіздің енді мақалаңызда да бар ғой, әлем елдері бір-біріне қарулы шабуыл жасамайды деп ойлаудың өзі қамсыздықтың белгісі дейді. Осы пікірмен келісесіз бе? Мәселе ол үшінші дүниежүзілік соғыс қаупінің болуында емес, жалпы соңғы жылдары әлем мемлекеттерінің арасындағы түрлі текетірестің күшейгенінде. Бұл текетірестің күшеюі басқа да жағымсыз процестерге, оқиғаларға себепкер болды. Соның ішінде терроризм, аймақты түрлі басқа да конфликттер деген секілді. Бір жағынан қарасақ, әрине пандемиямен күрес әлем мемлекеттерінің бірлесіп жұмыс істеуіне түрткі болуда, бір жағынан. Әйтеуір, осы күндері көріп жатырмыз ғой, үлкен G20 деген үлкен қауымдастық бар мысалға. Әлемнің үлкен ірі
20 мемлекеттері өзара бірлесіп жаңағы қандай қимылдар қабылдаймыз, шаралар қабылдаймыз деп онлайн саммитін өткізген болатын. Басқа да үлкен халықаралық бірлестіктер осындай жиындарды өткізіп жатыр. Соның бірі жақында түрік мемлекеттерінің одағы кеңесі де осындай жиынды талқылауды өткізген болатын. Бұл бір жағынан, яғни пандемиямен күрес барлық мемлекеттерді бірлескен іс-қимылға итермелеп жатыр. Бірақ екінші жағынан пандемия жағдайын кезінде де түрлі алып мемлекеттердің арасындағы текетірес әлсірей қоймады. Керісінше жаңа бір серпін беріп жатқандай болып жатыр. Мысалға, сол жаңа Америка құрама штаттың басшысы, басқа да елдің саясаткерлері қалыптасқан жағдайға Қытайды кінәлап, бұның артында басқа да бір белгілі бір мүдделер тұруы мүмкін деген секілді айыптар тағуда. Яғни осының барлығы пандемиямен күрес бір сәтке әлем мемлекеттерінің өзара қарамайшылықтарын ұмытуға себепкер болғанымен, бірақ пандемия сәл әлсіреген тұста, карантин сәл әлсіреген тұста, бұл мемлекеттер арасындағы текетірес одан бетер өршіп кетуіне де бір жағынан себепкер болуы мүмкін. Себебі ресурстар аздығы, әлем мемлекеттері үлкен экономикалық дағдарысқа тап болуда. Осының барлығы әрине түрлі мемлекеттер арасында қарама-қайшылықтардың да күшеюіне себепкер болуы мүмкін. Жақсы. Демек, пандемия дүниежүзіндегі әсіресе Америка мен Қытайдың арасындағы сауда соғысына нүкте қояды деп айтуға болмайды. Жоқ, бұл керісінше экономикалық текетірестің жаңа бір текетіреске тағы қосымша бір серпін де беруі мүмкін. Себебі пандемияға дейін де Америка құрама штаттары мен Қытай арасында үлкен сауда соғысы болған, тарифтер, салық, тағысы да басқа мәселелер жөнінде. Енді қазір экономикалық мүмкіндіктер тарылған кезде, ресурстар тарылып жатқан кезде, әрине әлем мемлекеттер өзара одан бетер қарамайшылыққа түсуі мүмкін. Қытай іргемізде. Біз сақтануымыз керек пе бір нәрседен мұндай жағдайда? Қалай? Біз бір нәрседен сақтануымыз керек пе, Қазақстан? Енді біз үшін, кез келген мемлекет үшін, әлем мемлекеттерінің арасындағы, алып мемлекеттер арасындағы қарама-қайшылықтың күрестің шиеленісуі қай мемлекет болса да тиімсіз. Тіпті дамыған Европа мемлекеттерінің өздері де жиі осындай алып мемлекеттердің Америка құрама штаттары, Ресей, Америка құрама штаттары мен Қытай арасындағы түрлі конфликттердің құрбаны болып жатады. Осының арасында текетірестің. Сондықтан әрине біз үшін басқа да мемлекеттер сияқты бізге де әлемдік қарым-қатынастар жүйесіндегі жаңа шиеленістің болуы тиімсіз. Жақсы. Президенттің үндеуінен экономикаға және мемлекеттік басқару жүйесіне ауқымды әрі маңызды өзгерістер қажет деді. Экономиканы енді осы сала мамандарынан сұраймыз. Мемлекеттік басқару жүйесін сізде енді бір кісідей білесіз. Қандай өзгеріс күтеді сонда? Оны қазір енді дәл кесіп айту әлі ерте, себебі өткен жолы біз бірге сұхбат жасаған кезде мен айтқан болатынмын. Бүгінгі үндеуде сол сөздерім көрініс тапты. Яғни қазіргі уақытта үкімет, мемлекеттік билік құрылымдары карантиннен кейінгі кезеңде қандай жаңа шаралар қабылдану керек, қандай өзгерістер жүзеге асу жөнінде үлкен сараптамалық жұмыстар жүргізіп жатыр. Президенттің өзі де бүгін жариялаған болатын. Үкімет өзің айтып кеткендей тиісті экономикалық шаралардың жоспарын 11 мамырға дейін ұсынып дайындау керек болады. Одан басқа әрине мемлекеттік басқару жүйесінде де бірқатар өзгерістер жүзеге асатын болады. Нақты қандай, оны әлі айту ерте, себебі күнделікті демалыс күндеріне қарамай шындығында да әсерлетіп айтқан емес, бірақ шындығында да қазір күндіз түні мемлекеттік органдар алдағы кезеңдегі атқарылатын, жүзеге асатын жұмыстар, шаралар жөніндегі үлкен осындай сараптамалық жұмыстарды жүргізуде дайындап жатыр.
мүмкін шенеуніктердің саны оның азаятын бағытын шығар. ғана айтуға, жалпы бағытын ғана айта аламыз. Ол қандай? Яғни бұл мемлекеттік басқару жүйесіндегі тиімділікті арттыру, қажет емес функциялардан арылу, оларды жеңілдету, мемлекеттік органдардың шешім қабылдауында жедел оңай тәсілдерді енгізу, цифрландыру деген секілді осындай бағыттар болатыны айқын. Жақсы. Президентіміз айтты ғой, үкімет пен ұлттық банк 11 мамырға дейін экономикалық дамуды қалпына келтіру жөніндегі кешенді жоспарды дайындайды деді. Бірақ қарапайым халыққа мынаны айтып кетейікші, бұл 11 мамырға дейін деді, енді бүгін бастап бірақ олар дайындап жатыр дегенді білдірмейді. Жоқ. Бұл жұмыс өткен жол біздің сұхбатымызда мен жариялағанда айтқандай, бұл жұмыс экономикалық дағдарыстың алғашқы белгілері мен пандемия мен күрес басталған алғашқы сәттерінен бастап осындай жұмыс жүргізіле бастады. Бұндай жоспарды дайындау бойынша қазір үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Тиісті мемлекеттік тек қана үкімет пен ұлттық банк емес, жалпы барлық қазір құрылымдар алдағы кезеңдегі жұмыс жоспарын дайындауда. Оның бір қатары ұлттық кеңестің кезекті мәжілісінде отырысында жарияланатын болады. Жақсы. Біз қазірден бастап дағдарыстан кейінгі кезеңге дайындалуымыз керек деп жазды бүгін президент. Демек, қазір біз дағдарыста өмір сүріп жатырмыз ба? Әрине. Біз қазір дағдарыстың экономикалық түрлі, әрине ең алдымен бұл экономикалық дағдарыс, себебі пандемия үлкен әлем экономикасына соққы берді. Тек әлем экономикасына емес, ұлттық экономикаларға да үлкен соққы беруде. Сондықтан әрине қазір әлем мемлекеттер, бұл жерде тағы да қайталап өтемін, тек Қазақстан емес, қазір барлық мемлекеттер үлкен қиын экономикалық жағдайда, экономикалық дағдарыс кезінде. Сондықтан біз қазір дағдарыстың кезіндеміз, дағдарыстың ортасындамыз. Еңсеруге қабілетіміз жетеді ғой. Егерде дұрыс шешімдерді қабылдап, сол шешімдерді дұрыс жүзеге асыратын болсақ, әрине де бұл дағдарысты бұл дағдарысқа төтеп бере аламыз деп ойлаймын. Мемлекеттің қуаты, мүмкіншілігі жетеді деп ойлаймын, үміттенеміз әрине. Бәрекелді. Көңілім кәдімгідей жайланып қалды, мынаны естіп бар ғой ерлан мырза. Неге мен олай айтып отырмын? Себебі пандемия, коронавируспен күрес қазір уақытта түрлі мемлекеттердің осындай дағдарысқа төтеп беруіне бір тест болды, сынақ болып жатыр. Қазір тек қана біз емес, көптеген мемлекеттер өздерінің осы уақытқа дейін құрған экономикалық, әлеуметтік, саяси, мемлекеттік жүйелерінің қаншалықты тиімді болды, болмады деген секілді неге сұрақтарға жауаптарын көруде. Сондықтан әрине бұл пандемия барлық мемлекеттердің мүмкіншіліктерін, олардың осындай жағдайға төтеп беру қабілеттерін анық көрсетуде қазірде. Бірақ пандемиямен күрес басталғалы алғаш сәттерінен бастап біздің мемлекет әрине түрлі түрлі жағдайлар орын алды, қателіктер де болды, ол жөнінде президент те бүгін ашық мойындап айтып отыр. Бірақ дегенмен де біздің мемлекеттің осындай дағдарыс жағдайында, үлкен әлемдік дағдарыс жағдайында, пандемия жағдайында тез, жедел шешім қабылдап, батыл табанды шешім қабылдап қимылдай алатын мүмкіншілігін, қабілетін көрсетті. Егер де осы қабілетімізден айырылмай, біз осы уақытта мықты мемлекеттілік жүйені қалыптастырған немізді көрсете білдік. Егер де осы қабілеттерімізді сақтай отыратын болсақ, әрине дағдарыстың жағымсыз ықпалын толықтай
жаңағы жеңе алмасақ та, бірақ біршама төтеп беріп, оларды жұмсартуға мүмкіншілігіміз жетеді деп айтуға болады. Қазіргі уақытта әлем мемлекеттерінің алдындағы тұрған сұрақ тек қана бір, қаншалықты олар сол жаңа пандемия жағдайынан туындаған жағымсыз факторлардың, дағдарыс жағдайының ықпалын қаншалықты жұмсарта алады. Ешкімде қазір дағдарысты жеңеміз, қазір бірден пандемиямен күресті жаңағы сәтті жүзеге асырып, бірден жеңіске жетеміз деп ешкімде айтып отырған жоқ. Мәселе ода емес. Қазіргі уақытта барлық мемлекеттердің алдында тұрған сұрақ біреу ғана. Қаншалықты қабылданған шаралар осы жағдайды, экономикалық дағдарыстың жағымсыз ықпалын қаншалықты жұмсартуға, азайтуға мүмкіндік береді. Ерлан мырза, сіз президенттің кеңесшісіз ғой. Жұмсартуға жеңеміз деп ешкім айта алмайды дегенде, керісінше көңіліміз біртүрлі болып қалды. Неге халыққа оптимист ой сыйламасқа? Болды, жеңеміз. Енді жеңеміз, ұрандатып, бәрінде атқарамыз, бәрі де сәтті болады деп әрине айтуға болады, бірақ біз бір жағынан объективті де айтуымыз керек қой. Қазіргі қалыптасқан жағдай бізді барлығымызды бір нәрсеге үйретеді. Болып жатқан оқиғалар мен процестерге объективті қарау керек. Объективті қарау керек. Бұны бір жай қабылдауға болмайды. Қазір барлық мемлекеттің басшылары да, саясаткерлер де, сарапшылар да, барлығы де мойындауда. Қазіргі жағдай бұрын соңды әлемдік экономикалық жүйеде мен саяси жүйелеріндегі болмаған жағдай деп мойындауда, барлығы де. Сондықтан басқаша айтуға болмайды. Жақсы. Уралап шауып кетуге болмайды. Жақсы. Үндеуде мынадай цитата. Пандемияның екінші кезеңі басталып кетуде ықтимал, деді президент. Енді сарапшылар айтып жатыр, нақты мүмкін күзде болуы мүмкін, мүмкін жоқ, оны ешкім тап басып айта алмайды. Бірақ біз екінші кезең келсе, дайынбыз оған төтеп беруге? Меніңше дайынбыз, себебі алғашқы толқын, алғашқы соққыға біз лайықты жауап бере алдық, тез дереу шешімдерді қабылдадық, соның арқасында біршама бұл жағдайдың несін әлсірете алдық, ауқымды таралуына жол бермедік. Сондықтан да егер де пандемияның екінші толқыны болатын болса, оны қай кезеңде болады деп тағы да өзің айтқанда дұрыс, ешкімде кесіп айта алмайды. Бірақ та егер де екінші толқыны болып жатса, әрине бұған біз алғашқы кезеңмен қарағанда едәуір дайын болатынымыз сөзсіз. Бірінші кезеңнің өзінде біз дұрыс шешімдер қабылдап, дереу қимылдай алдық. Ал екінші толқын болып жатса, әрине ол кезде біраз тәжірибе жинадық, өзіміздің мүмкіншілігімізді көрсеттік. Сондықтан да меніңше оған мүмкіншілігіміз жетеді деп айтуға болады. Жақсы. Баған енді бір сұрақ бар еді, Гарвард профессоры Стивен Уолттың сөзіне қатысты, бірақ оған сіз жауап бере кеттіңіз. Жалпы әлем мемлекеттер бұдан кейін бұрынғыдай ашық емес, керісінше мүмкін жабыла түсуі мүмкін деген дүние. Солға айтып отырған. Иә, соны айтып отырмын. Айтып бердім. Әлем мемлекеттер осыдан кейін әрқайсысы оқшауланып, дербес шешімдер қабылдануға ұмтылуы мүмкін. Сондықтан енді бұл жорамалдар, әркім әзірше ешкімде кесіп айта алмайды. Бірақ бір жорамалдардың бірі, осында айтылып жатқан ойлардың бірі, пандемиядан кейін әлем мемлекеттері бұрынғыдай бірлескен іс-қимылдарға сенбей, әрқайсысы жеке дара әрекет жасауға ұмтылуы мүмкін. Бұл әрине әбден ықтимал жорамалдардың бірі. Оны жоққа шығара алмаймыз. Ерлан мырза, бүгінгі үндеудің ең басты тұстарын талқыладық. Енді экономикалық нәрсені көп сұрап жатады, бірақ мен айтамын, ол жерде кімге қанша қаражат бөлінетіні бәрі нақты жазылған, қараған адамға. Өткенде кішкене аялдап қалған жерімізден бір сәл жалғастырып жіберейік. Ерлан мырза, соңғы сұрақ айтылды, кейін мен сізді асықтырып жібердім, ол кезде кешірім өтінемін. Мүмкін асықтырмағанда бүгінгі сұхбат болмас па еді? Бір қайыры бар ғой. Қазақстанда оппозиция бар ма деген сауал болды, сіз бар дедіңіз. Мен сізден сұрайыншы, оның жарқын өкілдері кім? Жалпы Қазақстанда оппозицияның бар екенін біз қандай көрініске қарап бағалауымыз керек? Меніңше мәселе ода емес, ол оппозиция бар ма, жоқ па? Елдің бәрі солай сұрайды. Неге оппозиция жоқ дейді? Оны енді
меніңше бар мәселе оған тіреліп тұрған жоқ қой. Оппозиция бар ма, жоқ па деген. Мәселе ол алуан түрлілік бар ма? Меніңше ең бірінші барлығында алаңдататыны немесе қызықтыратыны осы сұрақ. Оппозиция бар ма, жоқ па деген сұрақта барлығын түптің түбінде қызықтыратыны ол келесіде. Бізде пікірлердің, саяси пікірлердің алуан түрлілігі бар ма? Бізде Қазақстанда белгілі бір қоғамдық бірлестік, немесе азаматтардың тобы, немесе жекелеген азаматтар басқа бір саяси ұстанымда бола ала ма, ұстанымда көзқарасты сақтай ала ма деп. Егер осы тұрғыдан қарайтын болсақ, әрине, біздің мемлекетте саяси алуан түрлік плюрализм ол қалыптасқан. Бұны ешкімде жоққа шығара алмайды. Мәселе осыда. Мына еліміздегі осы соңғы жылдары дамуының өзі де, тіпті соңғы оқиғалардың, түрлі болып жатқан оқиғалардың барлығы де біздің мемлекетте, елімізде тәуелсіздік жылдарында саяси алуан түрлілік, азаматтардың жаңағы саяси көзқарастан алуан түрлігі қалыптасқандығын, альтернативті балама пікірлердің бар екендігін көрсетеді. Біздің қазір есіңде ме, мен не кезінде Қордай оқиғасы кезінде әлеуметтік желіде түрлі жаңағы даулар өршіп кеткен кезде өзім бір шағын бір үлкен бір сараптамалық бір материал емес, шағын өзімнің бақылауым бір пост жариялаған болатын. Сонда мен келесі жайтке назар аударуға тырысқан едім. Ол қандай жағдайға? Әлеуметтік желідегі сол кездегі дискуссиялар қарап отырып, бір нәрсені аңғардым. Бұрынғы кезде, осыдан мысалға 10-15 жыл бұрын саяси дискуссиялар қатысушыларды біз екі топқа жіктей алатынбыз. Билікті жақтайтындар немесе билікке қарсы деп мысалға. Ал қазір саяси кеңістік соншалықты күрделенгені, енді қазір тек қана осы екі критерийға қарап жіктеу қиын. Қазір ұлтшыл да бар, оңшыл да бар, солшыл да бар, діншілі де бар. Дін жолдағылардың өздерінде жаңағы бірнеше нелерге бөліп, ажырата алмай жатқандары да бар. Сондықтан қоғамдық өмір одан бетер күрделене түсті. Жақсы. Кейбір саясаттанушылар, кейбір сарапшылар бұны аңғармайды емес, аңғарады, бірақ осының айырмашылығын кей кезде ажырата алмай жатады. Себебі қазір саяси дискуссиялардың тілі қазақ тілі болды, баяғыда емес. Мен осы жөнінде бір рет жазғанмын. Бұрын біздегі саяси күрестің тілі, саяси дискуссиялардың тілі орыс тілі болатын болса, қазіргі саяси дискуссиялардың тілі ол қазақ тілі. Бұл позитив па? Бұл әрине позитив. Бұл кез келген оқиған позитивті жағымсыз тұстар болатын сияқты, бұл оқиғада әрине бұл негізінен позитивті процесс. Бірақ бұл жерде көптеген сарапшылар, мысалға бақылаушылар, сарапшылар тілді жетік меңгермегендіктен, осы дискуссиялардағы ұғымдарды түсінбегендіктен көп нәрсені дұрыс бақылай алмай жатады. Жаңа тенденциялар, жаңа трендтерді ұқпай жатады. Сондықтан мәселе ол бізде саяси алуан түрлілік бар ма жоқта емес, плюрализм бар бізде. Мәселе қоғамдық өмірдің қаншалықты күрделенгенінде, қоғамдық кеңістік, саяси қоғамдық кеңістікте түрлі мүдделі топтардың пайда болғанында. Ерлан мырза, оңшыл, солшыл, діншіл, псевдопатриоты бар, жаңағы билікшілі бар, оған бәріне қарсы бар. Осылардың көбейгені. Ал бұны позитив деп қабылдайық па, жоқ әлде қорқыныш бар ма? Мен жаңа солға айтқаным. Бір жағынан бұл процестен жағымсыз бір жағы да бар, екінші жағынан жағымды тұстары да бар, екінші жағынан жағымсыз тұстары да бар. Яғни жағымды тұсы қоғамдық өмірдің күрделенгенінде. Иә. Жағымды тұсы қоғамдық алаңға жаңа топтардың,
жаңа күштердің пайда болуында. Екінші жағынан популизм күшейіп кетті. Міне. Популизм күшейіп кетті. Яғни жаңағы арзан түрлі жаңағы пікірлермен, ұран сөздермен жұрттың, халықтың көңілін жаулап алуға ұмтылып, түрлі саясаткерлер дейміз ба, қайраткерлер дейміз ба, жеңіл желпі жаңағы пікірлер айтып, осындай нелермен халықтың көңілін аулауға әуестеніп кетті. Бұл жағымсыз. Себебі қарапайым жұрт кей кезде осылардың арасын ажырата алмай жатқан сияқты болып көрінеді. Бұл шынайы айтылған ба, бұл ұлт мүддесін ойлағандықтан айтылып жатқан ба, әлде бұл дискуссияның артында жекелеген ұлттың мүддесін көздегендей болып, бірақ шын мәнісінде бұның артында белгілі бір топтың, белгілі бір тұлғалардың мүддесі бар екендігін ажырата алмай жатады кей кезде. Енді сіз сақа саясаткерсіз, ал қарапайым халық адасып кетпеу үшін қалай анықтауымыз керек? Бұның дұрыс, бұрыс емес екен, еруге болады жоқ дегенді. Ол үшін талдау керек, үнемі салыстырып отыру керек. Мен әрқашанда айтам сол үшін. Белгілі бір тұжырым жасау үшін, белгілі бір пікірге келу үшін әртүрлі ақпарат көздерінен мәліметтерді жинап, олармен мұқият танысып, оларды салыстыру керек. Тек бір жақты емес. Тек мына басылымды ғана оқып қана емес, әртүрлі басылымдар, әртүрлі ақпарат көздері, әртүрлі жаңа интернет ресурс па, әртүрлі сарапшы, тек қана бір сарапшы емес, әртүрлі сарапшылардың пікірлерін тыңдай отырып, салыстыра отырып, өз тұжырымыңды жасауға ұмтылу керек. Ал қазіргі жағдайда кей кезде қалай болып кетті? Көпшілігі жаңағы өз танымалдылығына арқа сүйеп, сол арқылы өзінің білгенін ғана алға тартады. Кейбір адамдар осы, мысалға, қарапайым халық, осы бір адам елдің алдында жүр екен, бұл бір нәрсені біледі екен деп, тек қана бір ғана ақпарат көзіне ғана жүгініп, соған сүйеніп қана бір белгілі бір тұжырым жасауға ұмтылып жатады, асығып жатады. Асықпау керек. Бәрін салыстыру керек. Барлық ақпараттарды қорытып, өз тұжырымды жасауға ұмтылу керек. Әсіресе әлеуметтік желіде артынан халықты көп ертетіндер көп қой енді. Оны білеміз. Сіз бұл туралы мемлекеттілік және мемлекетшілік деген мақалада былай деп жаздыңыз. Әлеуметтік желіде лайк жинау секілді бүгінде қоғамдық саясат алаңында да атақ құмарлықтың жетегінде жүргендер бар. Бірқатар Инстаграм саясаткерлер мен Фейсбук патриоттар қоғамдық пікірмен манипуляция жасауды әбден меңгеріп, жұртқа жағатын әңгімелерді ғана айтып, тек өзінің танымалдылығын арттыруды мақсат етіп алған. Бірақ саясатта жауапкершілік болу керек дедіңіз. Бірақ президент айтты, үкіметтің кеңейтілген отырысында мемлекеттік қызметкерлер халыққа жақын болу керек, оның бір бөлім ретінде әлеуметтік желіге тіркелу керек деді. Биліктің әлеуметтік желіге келетін болса, ендеше ол жерде оларға орынсыз сын айтып, халық артынан ергізетін Facebook патриоттары мен Instagram саясаткерлердің пайда болатыны анық. Біз барлығына әлеуметтік желіге кіруді міндеттеп мемлекеттік қызметкерлерге. Анау псевдопатриоттарға, жаңағы инста саясаткерлерге өзіміз есік ашып берген жоқпыз ба? Жоқ, бұл тенденция бұдан да бұрын басталып еді ғой. Яғни әлеуметтік желіні саяси құрал ретінде пайдалана бастау бұдан да бұрын көрінген еді. Сондықтан мемлекет өкілдері, шенеуніктер әлеуметтік желілерге тіркелгеннен осындай саясаткер сымақтар немесе жаңағы популизм өршіп кетуіне байланыстыруды қажет жоқ. Халықтың басым көпшілігі қазір ақпаратты онсыз да әлеуметтік желіден іздейтін болғандықтан, демек шенеуніктер де халық қазір қандай ақпарат көзін пайдаланады, сол ақпарат көздері арқылы да өздерінің жұмыстары жөнінде ақпаратты тарату керек деген секілді жаңағы ұсыныс айтылған болатын. Бұл орынды, себебі шындығында да қазір өзің білесің, екеуміз енді әрине телеарнада қызмет еттік, білеміз, дәстүрлі ақпарат құралдарының өкілі болғанымен де, бірақ шындығында да
тек Қазақстан емес, бұл басқа да мемлекеттерде де негізгі халық, негізгі жұрт сол әлеуметтік желілердегі ақпараттан тұжырымдар жасайды. Сондықтан да әрине мемлекеттік органдарда жаңа жағдайға бейімделуге, мәселе осында. Енді мен сөз бостандығы дейінде өте қатты жақсы көремін ол сөзді, Ерлан Тырымбайұлы, иә. Бірақ халықты адастырмасын деп, анау жаңағы халықты адастыруға тырысатын өтірік опай жинайтындар бар ғой. Соларды блоктап тастасақ қайтеді? Бұл онда жаңа сен өзің айтып отырған секілді саяси плюрализмге шектеу болады. Бұл халықты адастырмайды ғой бірақ. Жоқ, енді біз бір жағынан заңға жүгінуіміз керек. Біз белгілі бір азаматтарға басқа бір көзқарастарды ұстанғаны үшін шектеу сала алмаймыз. Егер де жалған ақпарат тарататын болса, ол бір бөлек әңгіме. Оған сәйкесінше жаңағы заңға сәйкес жауапкершілік бекітілген. Ал егер де ол балама көзқарас ұстанатын болса, біз оған шектеу қоя алмаймыз. Тек қана азаматтардың өздері қай ақпарат дұрыс, қай ақпарат бұрыс, қайсының пікірі жалған, қайсыныкі жалған емес, қайсыныкі шынайы ұстаным, кімнің ұстанымы шынайы, кімнің ұстанымы шынайы емес, халықтың өзі ажыратуға ұмтылу керек. Бұл да демократияның бір артықшылығы мен кемшілігі. Егер де біз демократияға ұмтылатын болсақ, онда біз демократияның осында кемшілік тұстарын да амал жоқ қабылдауымызға тура келеді. Бұл тек біз ғана емес, басқа да осындай демократиялық жолмен дамыған мемлекеттердің барлығы де осыдан өткен болатын. Осындай жаңағы қоғамдық пікірдің манипуляциясының құрбаны болып жатады. Сондықтан әрине бұл тек бізге ғана қатысты емес. Жақсы, одан да өтуіміз керек. Жақсы, қоғамдық пікірге қатысты сіздің мынадай ойыңыз бар. Жаңа мақаладан ғой барлығы. Бәрін оқып шықтым, жаттап алдым. Былай дейді, кейде саясаткерлер белгілі бір оқиғаларға баға беру барысында, мысалы сол митингтердің өзін, жақша. Сол жағдайды басқа бір сырт күштер өз мақсаттарына пайдалану мүмкін десе, әлеуметтік желілерде әдетте оны үгіт насихаттың аргументі ретінде қабылдап, жай халықты қорқыту үшін айтып жатыр екен деп пайымдайды дейсіз. Неге олай? Демек, шеттен келетін күштер бар деп айтса да, қарапайым халық болмаса, жаңағы желіде отыратын азаматтар оны тек қана халықты қорқытудың аргумент деп қабылдаса, демек, олар билікке сенбейді деген сөз бе? Әлде басқа мәселе бар мастарында? Бұл өткен жолы біздің сұхбатымыздағы бір сұрақ қойып едің сен. Қазақтың дүниетанымында не өзгеру керек? Сонда мен саған жауап беріп едім. Қазақтың дүниетанымы қоғамдық көзқарасқа, саяси, тағы басқа нелер көзқарастар жетпей жатады деп. Мәселе осында болып тұр. Яғни біз көп жағдайда өткен жол сұхбатында, саған берген сұхбатында айтып едім ғой, бір оқшау өмір сүріп жатқан сияқты болып қабылдаймыз қалыптасқан жағдайды. Өзімізбен өзіміз оқшау бір аралда өмір сүріп жатқан сияқты. Бізбен ешкім шаруасы жоқ сияқты. Бірақ әрқашан осыны есепке алып отыру керек. Кез келген елімізде болып жатқан мәселе ол саяси емес. Кез келген процестерді белгілі бір сырт күштер әрине өз мақсаттарына пайдаланып кету мүмкін. Себебі әрбір мемлекеттер өз мүддесін көздейді, өз мүддесін қорғауға ұмтылады. Сондықтан бір мемлекеттің әлсірегенін қалайды. Сондықтан да егер де біздің де мемлекетте белгілі бір жаңағы дискуссиялар немесе саяси конфликттер, текетірестер күшейіп кетіп жатса, әрине оларды да пайдалану мүмкін. Бірақ мен әрине бұл жерде әр оқиғаның астарынан бір сыртқы бір күштердің мүдделерін іздеу керек деп айтып отырған жоқпын. Бірақ кей кезде соны да ұмытпауым керек деп отырған секілді жаңа үндеу ғана ғой. Иә. Ұмытпауымыз керек. Ерлан мырза, сол кезде мынадай сөзіңіз бар ғой, сіз қазақтың саяси ой-пікіріне геосаяси ой-пікірлердің дискуссия жетпей жатыр дедіңіз. Бұл туралы сізбен біз болмаса Нұр-Сұлтан қаласындағы адамдар бар. Қарапайым халықта көреді. Геосаяси ой-пікірдің дискуссиясы дегеніміз не? Саяси қарапайым адамдар дискуссиясы, яғни Қазақстан әлемде қандай орын алады? Біз кімдермен, қай мемлекеттермен қандай қарым-қатынас құруға ұмтылуымыз керек? Біздің мүдделеріміз қандай? Бұл
бұл жөнінде бәріміз әрқашан да ойланып жүруіміз керек, себебі бұл біздің мемлекетіміздің өміршеңдігі осыған да байланысты болады. Біздің мемлекетіміздің болашағы да осындай жаңағы көзқарастың қаншалықты қалыптасқандығы, тереңдегеніне байланысты да тәуелді болады. Сондықтан онда ізденіс әрқашан да болу қажет. Біз әрқашан да тек қана өзіміздің күнделікті өмірдегі ішкі мәселелермен ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік мәселелерге байланысты да алаңдауымыз керек. Біздің мемлекетімізді әлемдік оқиғаларға, әлемдік оқиғалар біздің мемлекетімізге қандай ықпал тигізуі мүмкін деген секілді біз әрқашан да ізденісте болуымыз керек. Жақсы. Тағы бір мынадай сөзіңіз бар, өте қызық болды маған, Ерлан мырза. Қараңызшы, бүгінде билікті сынаумен әсіре әуестеніп мемлекетті жоққа шығару идеялар көрініс беруде дейсіз. Ешқашан билікті сынау мемлекетті сынауға, билікті жоққа шығару мемлекетті жоққа шығаруға ұласпау керек дейсіз. Бірақ қазіргі қоғамда билік пен мемлекетті бір тұтас деп қабылдайтын азаматтар көп. Билікті айыптаса, тұтас мемлекетті айыптайды. Ара жігін ажыратып беріңізші бізге. Билік бұл қазіргі уақытта мемлекеттік саясатты жүргізіп отырған құрылым. Ал мемлекет бұл барлығымыз бірігіп отырған, барлығымыздың басымызды біріктіріп отырған, кеңістік те емес, ортақ бір жүйе. Сондықтан да кей кезде мәселе сода ғой. Кей кезде біз билікті сынаймыз, мүмкін орынды сынаймыз, ол сынның орынды тұстары да бар. Бірақ бұл мемлекетті жоққа шығару дегенді білдірмейді. Оның мысалы, кейбір жаңағы біздің саяси оппоненттер, биліктің де мысалға саяси оппоненті, менің де мысалға, биліктің демей ақ қой, менің мысалға саяси оппоненттерім былай деп жатады. Мысалға, Қазақстанға билік жүйесін өзгерту керек, парламенттік жүйеге ауысу керек, тағысын тағы басқа деп. Бірақ көпшілігінде олар жаңа тек қана билікті өзгертуді түпкі мақсат етіп жариялап, мүлдем мемлекеттік жүйені де өзгертіп жіберу керек деп асығып кетеді. Ал қаншалықты бұл билік жүйесі мемлекеттің өміршеңдігін қамтамасыз ете ме, етпейді ме, бұл жөнінде ойланбайды, мысалы. Сондықтан біздер әрқашан осыны естен шығармауымыз керек. Яғни мемлекетпен, билікпен дауласу ол бір бөлек, бірақ билікпен саяси есеп айырысуда мемлекеттің қажеттілігін мүлдем жоққа шығаруға тағы да болмайды. Бізде себебі кейбір, мен сол мақаламда айтқанмын, бізде кейбір жаңағы либералдық ой пікірлердің артында әсіре либералдық. Енді өткен сұхбатта ашығын айтқан кезде анархиялық тіпті жаңағы мүлдем кей кезде сол пікірлерді тыңдасаң, тіпті мемлекет керек емес сияқты болып көрінеді. Барлығымыз емін еркін, жаңағы тең құқылы, бұл да түпкі мүмкін біздің идеалды мақсатымыз шығар. Бірақ біз оған кезең-кезеңмен қимылдауымыз, кезең-кезеңмен жетуіміз керек шығар. Сондықтан да бірден тек кейбір мемлекет, батыстық мемлекеттердің жаңағы демократиялық нышандарын дәл сол қалпында әкеліп көшіруді мақсат етуге ұмтылуға асықпау керек деп ойлаймын. Жақсы. Америка мен Европаны дұрыс айтасыз. Мысалға келтіретіндер көп. Енді қараңыз, демократия дедіңіз ғой, демократия мен есімнен кетпейді. Демос, кратес деп бөліп айтады ғой. Слуга народа фильмінде. Слуга народа да айтады. Енді ол жақта президент сайланды, енді қазіргі саяси шаруаларын өзіңіз сыртынан көріп біліп отырсыз. Бірақ қарапайым халық, әсіресе менің жанымда жүрген кей азаматтарда демократия, билік халыққа қызмет ету керек деген идеалын сол фильмнен іздеп, сол фильмнен көреді. Ол шынайы өмірде мүмкін бе?
және сол фильмдегі дүние шынайы демократия ма билік жүйесіндегі? Жоқ, бізде мәселе сода ғой. Біздің кейбір азаматтар басқа бір елде бір шынайы бір билік жүйесі қалыптасқандай болып қабылдайды. Сол батыс елдері болсын, басқа да бір елдерде міне бұл елде жаңағы үкімет толықтай халықтың мүддесіне қызмет етеді екен, мүлдем жемқорлық жоқ екен, саясаткерлер ашық қызмет етеді екен, бәрі жария екен деп. Әсіресе кез келген саясаткерлер автобуспен, велосипедпен жүреді екен дейді. Осыған әрине оңай сене береді, бірақ кез келген мемлекетте, кез келген саяси жүйеде қашанда қарамайшылықтар бар, болды. Қашанда саясаткерлер өз мүддесі үшін күрес барысында түрлі тәсілдерге баруы мүмкін. Соның ішінде жаңағы қоғамдық пікір манипуляциясы, тағы басқа. Біз жаңағы көріп жатқан мысалдардың көбісі, мысалы кейбір елдерде мысалы белгілі бір саясаткерлердің жаңағы азық-түлік алу үшін дүкенге баруында, тағы басқа сияқты жағдайлардың көбісі, ол шын мәнісінде тек саяси технологиялардың үлгілері. Оларды дәл сол күйінде шынайы қабылдап алдануға тағы да болмайды. Жақсы. Осы тұрғыда мына сауал бойымнан туып тұр. Тағы мен таңғалдырады. Шетелде жаңағы ел басшылары өзіңіз енді меңзеп отырғаныңызды білемін, супермаркетте кезекте тұр екен кассада, олар алып жатыр, оны біздікілер фотоға салады. Міне, өте қандай керемет, не деген қарапайым адам күшті дейді. Ал біздің шенеуніктер тура солай жаза базарды араласа, мынаны өтірік, мынаны көз бояушылық дейді. Неге? Енді білмеймін, олай толықтай тағы да айта алмаймын, мүлдем сенбейді деп. Егер де жасанды болса, әрине халық сенбейді. Қанша дегенмен мүлдем халық ажырата алмайды деп тағы да айтуға болмайды. Бізде жаңа айтып отырмыз ғой, халық қарапайым азаматтар не шынайы, не шынайы емес екен, осының арасын ажырата білу керек, осыған ұмтылу керек деп айтамыз, бірақ керек деп айта отырып, қарапайым халық мүлдем ажырата алмайды, айтқан сөздердің арасын айыра алмайды деп айтуға тағы да болмайды. Бұл да бір тым артық кеткендік болады деп ойлаймын. Сондықтан да неге кей кезде біздің жаңағы азаматтар, егер де белгілі бір шенеуніктер осындай белгілі бір әрекеттер жасап жатса, сенбей жатады. Себебі оны рас мойындау керек, кейбір жаңа шенеуніктердің осындай шындығында да олар да белгілі бір пиар үшін жасап қоятыны бар. Көзге көріну үшін, ұпай жинау үшін. Қарапайым халық ондай жасандылықты тез, оңай айырат, ажырата білет, ажыратқаннан кейін оны қабылдамайды. Сондықтан да мен жаңа солға айтып жатқан, ол жаңа сен жалған ұпай жинауға деген ұмтылу әрекеттер, ол тек қана қоғамдық алаңда жүрген саясаткерлер емес, ол барлық саясаткерлерге қатысты айтылған сөз. Ол чиновник болсын, чиновник болмасын, қоғам қайраткерлері болсын, қоғам қайраткері болмасын, барлығына қатысты айтылған сөз. Яғни жалған ұпайға ұмтылу мақсатында осындай бір жасандылыққа ұмтылуға болмайды. Халық оп-оңай оның арасын ажырата біледі. Сондықтан осындай бір жасандықты көргеннен кейін әрине қабылдамай жататыны да сондықтан. Сондықтан да не жасасаң да оны шынайы жасау керек, адал жасау керек. Сіздердің тараптан ескерту бола ма? Болады. Популизмге салынса. Меніңше осы бір жылдың ішінде бірнеше рет осындай популизмді жақтырмайтындай секілді қадамдарды байқатқан белгілер бірнеше рет болды деп айтуға болады.
бірақ соны байқатып қойған адамдар да болды кейбір. Соған сәйкес оларға да шешімдер қабылданды ғой. Жақсы. Мына нәрсе мені қатты алаңдатады, Ерлан. Қараңызшы. Бір көрермен жазды, президентке хат жазды, мамырда қабылдайды деген, бірақ жай ғана отписка болды дейді. Енді ол мәселе емес, қабылдаған емес, мәселе бұда. Бізге өте көп адам жазады. Президентке мына хатым жеткізші, президентке мына мәселемді айтшы дейді. Президентке жеткен мәселенің дереу шешілетіні мені өте қатты қуантады. Бірақ кей мәселелерді шешу үшін тек президентке жеткізші деген өтініштің болатыны кейде қамықтырады. Бұл жергілікті жердегі шенеуніктер әлі де Бұқарамен етене жақын емес деген белгі ме, әлде қалай? Онымен келісем. Расында да кейбір осындай азаматтардың түрлі өтініштермен шығып жататыны бұл жергілікті жерде жергілікті билік өкілдерінің толыққанды осындай байланысты орнатылмағандығын, азаматтармен тікелей жұмыс істеу жүйесін қамтамасыз етпей отырғандығының көрсетеді. Оны біздер де байқап отырмыз. Соған сәйкес түрлі жаңағы шешімдерді қабылдап отырмыз. Мысалға, мен енді басқа бағыттар бойынша айтпай-ақ қояйын. Біздің бағыт бойынша мен өткен жолы айтып едім, ұлттық кеңестің үйлестіруші болғаннан кейін кей кезде мысалға бізде де болады. Ұлттық кеңес осындай да бір мәселені көтерсе екен, осындай да бір мәселе қаралса екен деп. Кей кезде ол белгілі бір жекелеген елді мекенге қатысты, немесе жекелеген бір азаматтарға қатысты ғана, бір кішкентай бір шағын топқа ғана қатысты бір мәселе, былай қарап отырса. Олардың барлығын де ұлттық кеңеске шығарып, ұлттық кеңесті тағы да талқылай алмаймыз. Сондықтан осыны есепке ала отырып, біз андай бір шешімге келдік. Ұлттық кеңестің тарапынан қоғамдық кеңестің жұмыстарында сараптайтын боламыз деп. Себебі біз ұлттық кеңесті өздеріңіз көріп отырсыздар, өткен жолы әңгімеміздің бір тақырыбы осыған арналған болады. Ұлттық кеңесте түрлі қоғам қайраткерлері елді, халықты алаңдататын үлкен жүйелі мәселелерді ортаға салып, соған байланысты дискуссиялар жасап отырмыз. Демек, өңірлерде де, аймақтарда да осындай бір үлкен жүйелі мәселелерді ашық талқылану керек. Тек қана ұлттық кеңесте ғана емес, қоғамдық кеңестерде де бар. Бізде әрбір жергілікті билік органдарының жанында құрылған қоғамдық кеңестер бар. Демек, кейбір қоғамдық кеңестер жұмыс істемей жатқан сияқты ма деген секілді пікірлер де бар. Немесе ол жерде де, ол алаңдарда халықты алаңдататын мәселелердің барлығы көрініс таппай жатыр ма деген секілді пікірлер де бар. Сондықтан болашақта біз осы қоғамдық кеңестердің де жұмысын сараптауды қолға алатын боламыз. Мына нәрсені сұрайыншы, Ерлан мырза. Қараң, жергілікті әкімдіктердің жанында, министрліктердің жанында да біразында қоғамдық кеңестер бар. Оның барлығының жұмысын сарапқа саламыз деп отырсыз. Дұрыс қой? Қарапайым сұрақ. Неге президент әкімшілігі осындай дүниеге араласу керек? Біз жекелеген мәселелерге емес, біз жүйелі жұмысты ұйымдастыруға араласатын боламыз. Мәселе сода. Президент әкімшілігі дұрыс араласу керек. Бірақ әрбір жеке бір мәселенің жаңағы шешімін іздеуге де емес, бірақ онымен де айналысамыз, шындығында айтқан кезде. Арнайы азаматтардың өтініштерін қарау бойынша тиісті бөлім құрылған, сол бөлім тарапынан азаматтардың президентке келіп түсетін өтініштері мұқият қаралады, сарапталады, зерттеледі, тиісті шешімдер қабылданады. Ол шешімдер қадағалауға, бақылауға алынады. Бұл да Қасым-Жомарт Тоқаевтың саяси ноу-хауларының бірі. Бірақ сонымен қатар біздер жүйелі жұмыстарды ұйымдастыруға ұмтылудамыз. Сондықтан мен айтып отырғандығым, біз сол әрбір қоғамдық кеңестегі қаралатын мәселелермен емес, керісінше сол қоғамдық кеңестердің жұмысын жүйелі ұйымдастыруға атсалысатын боламыз деп отырмын. Жақсы. Қарапайым сұрақ, үнемі айтып келе жатырмыз. Билік пен бұқараның арасын жақындатуымыз керек. Президенттің де негізгі бастамасы осы. Ортада диалог болу керек. Мәселелер көшеде емес, парламент қабырғасында шешілу керек дегенді де айтты. 1 жылдан асты. Өзгерді ме жағдай? Меніңше біршама өзгерді. Неше қадам жақындады бір-бірімізге? Енді оны айту олай
өлшеп есептеу қиын, бірақ меніңше өздеріңіз де байқап жатқан шығарсыздар. Мемлекеттік билік құрылымдары ашық, жариялы түрде жұмыс істеуге ұмтылуда. Күні кеше ғана мен әңгіменің сұхбаттың басында айтып едім ғой, Еуропа елдерінің елшілерімен кездесіп едім. Пандемиямен күрес қалай ұйымдасып жатыр, сол бойынша тәжірибе, ақпарат алмасу мақсатында. Сонда бірқатар үлкен Еуропа елдерінің елшілері маған былай деп айтады. Біз қатты риза болып, бір жағынан риза болып, екіншіден таң қалып отырғандығымыз, сүйсініп отырғанымыз, Қазақстан пандемиямен күресті сәтті тиімді ұйымдастырудан басқа барлық жұмыстарды жария жағдайында жасап келе жатыр. Ашық, барлық жасалып жатқан қимылдар, сәтсіз болсын, сәтті болмасын, соның барлығын ашық талқылап, барлығын жариялап, ашық көрсетіп отыр деп. Тіпті біздің өзіміз де дейді, қаншалықты осы жылдары жария ашық жағдайында жұмыс істеп жатқан мемлекеттер болсақ та, біздің өзіміз де соған дайын емес екенімізді байқатып қалдық. Сіздерде керісінше мына пандемиямен күрес жағдайында мемлекеттік органдар ашық жария түрде қоғамдық пікірмен есептесіп отырып жұмыс жасап отырғандығын көріп, соған бір жағынан кәдімгідей сүйсініп отырмыз деп айтып отырмын. Мен бұл енді жай мақтағандық болсын болмасын, бірақ мен шындығында да оны растай аламын. Сен өзіңіз де көріп отырған шығарсыздар, өздерінен басқа әлеуметтік желіде отырған басқа да азаматтар әрбір жағдайға байланысты мемлекеттік органдар сараптама жасап, жедел жаңағы шешімдер қабылдап, болған оқиғаларды жасырмай ашық жариялап, ақпаратпен бөлісіп отыр. Бұл да мемлекеттік құрылымдардың халықпен тығыз байланыста жұмыс жасауға ұмтылып отырғанның бір белгісі деп айтуға болады. Мемлекеттік құрылымдар демекші, білесіз, қыста үкіметтің кеңейтілген отырысы болды президенттің қатысуымен. Сол кезде көбісі сол күні күтіп еді, үкімет отставкаға кетеді десе әуегейлік жасап. Президент айтты, бірақ жұмыс істейсіздер, көктемде анық бағасын беретін боламыз деді. Қазір пандемия басталып кетті. Мынау аяқталғаннан кейін бәрібір баға беріледі ғой ол жұмысқа. Президенттің бүгінгі мәлімдемесін оқыған болсаңыздар, президент ол жерде анық айтты, яғни біз қазіргі жағдайда осы пандемиямен күрестің қалай ұйымдастырылып жатқанына байланысты үнемі бақылау жасап жатырмыз. Жіберілген қателіктері болсын болмасын, оларға сараптама жасап жатырмыз, талдап жатырмыз. Соған сәйкес тиісті шешімдер болады деп. Бұл мәселе тағы да айтам. Бұл белгілі бір жекелеген адамдардың жауапкершілігі, тек солардың жауапкершілігінде ғана емес. Ең бастысы жүйелі шешімдер, жүйелі жаңа шаралар қабылдау қажеттігінде. Жақсы. Енді тағы бір елді алаңдататын қатты үлкен мәселе, қараңызшы, өткенде ғана мақала шықты, 5 ақпанда Қазақстанда 7 судья сотталыпты жемқорлықпен, 4-еуі тергеуде деді. Одан бөлек сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің әкімшілік құқықтық департамент директоры Айгүл Базарбаева айтты, анау айтылды ғой, қол астындағы адам жемқорлықпен ұсталса, басшысы жұмыстан кетуі керек дегендей. 11 басшы жауапкершілікке тартылатын болады деді осы тұрғыда. Бұл да өздеріңіз білесіздер, өткен жылы қабылданған жаңа заңның нормасы. Иә, енді айтайын деп жатқанмын, Ерлан мырза. Жемқорлық жеңе аламыз ба? Қарапайым сұрақ, жеңе аламыз ба? Жеңе аламыз. Мені еліміздегі соңғы жылдары болып жатқан процестер мен оқиғалардағы қуантатын бір жағдай, яғни біздер қаншалықты түрлі дискуссияларға бой ұрынып жатсақ та, бір нәрсемен келісіп, бір нәрсемен келіспей, бірақ дегенмен де бір мемлекет билік пен қоғамда да бір ортақ ұстаным бар сияқты, меніңше. Ашық, жария жұмыс жасауға, тиімді қарым-қатынас орнатуға, сондықтан бұл шынымен де жақсы белгі. Шынымен де біз
шынайы бір жақсы өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндігіміз бар екендігімізді көрсетеді. Яғни ең бастысы бізде мүдде бар, ниет бар меніңше. Мүддеден басқа нақты қадамдар да жасалып жатыр. Сондықтан осының барлығы жиынтығында, барлығы де мемлекетіміздің, қоғамымыздың одан бетер өзгеріп, жаңа жағдайға бейімделуіне, жаңа жағымды өзгерістерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді деп сенемін. Бұны қазірдің өзінде де көріп жатырмыз. Енді бір жағынан түрлі жаңа жағымсыз оқиғалардың, түрлі жаңа даулардың бір жағынан болып жатқандығы бұл мемлекеттің шынайы жария жағдайында жұмыс істеп жатқандығын көрсетеді мысалға. Яғни ашық бүкпесіз барлығын көрсетіп жатқандығында. Оны жасырмай шешуге ұмтылып жатқандығын көрсетіп отыр. Цитата. Қазақстан жемқорлықты жеңеді. Жеңеміз. Жақсы. Мына дүние тағы бір қатты алаңдататын нәрсе мені. Қараңызшы, статистика шықты Forbes-та. Соңғы 7 жылда деді, 2019-да шықты мақала. Қазақстаннан 300 мың адам бойы тұрақты түрде тұруға шетелге көшіп кетіп дейді. Өткен жылдары, алдыңғы жылдары білесіз, өте қатты тенденция болды. Ақпараттық желілерде әсіресе сайттар жазып жатты. Мінекей шетелге барып жұмыс істеген Ерлан Қарин мынандай жетістікке жетті, Нартай Аралбаев мынандай жетістікке жетті, мынанша ақша табады екен, шетелдегі өмір күшті екен дегендей. Осыған сенетін жастар да көп. Өткен жылы өзіңіз жақсы танитын Ермек Тұрсыновтың өзі осындай бір мақала жазды. Артында мынадай пікір пайда болды. Енді әзіл тұрғысында ең соңғы шығып батқан адам Қазақстаннан әуежайдың светін өшіріп кетіңдер деген. Неге шетелден жұмақ іздейміз? Неге осындай тенденция бар? Бұл тек біздің мемлекетке тән құбылыс емес қой. Бұл енді жаңағы жоғарыда айтып отырған глобализацияның бір салдары ғой. Бұл енді соңғы сұрақ болар, себебі мен дәл өзі. Бұл енді глобализацияның салдары ғой. Қазір соңғы жылдары әлемде мемлекеттер арасында қарым-қатынас жақындай түсті, капиталдың, тауарлардың жаңа алмасуы жеделдете түсті. Сондықтан соған сәйкес адами ресурстарда да қозғалысқа түсті. Жаңа технологиялардың пайда болуының арқасында азаматтар түрлі мемлекеттерден, басқа бір мемлекеттерден оңай жұмыс таба алатын болды. Өздерінің жаңағы мүмкіншіліктерін жүзеге асыруға жаңа тетіктерге қол жеткізе бастады жаңа ресурстарға. Сондықтан бұл бір жағынан объективті құбылыс. Бұл тек біздің мемлекетте болып жатқан жағдай емес, бұл барлық мемлекеттерде осындай азаматтардың келіп кетуі күшейіп жатқан кез. Бұл тек бізге ғана қатысты деп қабылдауға болмайды. Бізге ғана қатысты. Бұдан қорқудың қажеті жоқ. Бұдан әрине сақтану керек. Бұны бақылаусыз жібермеу керек, себебі егерде біздің білімді жастардың барлығы кетіп жататын болса, шетелде жаңағы жұмыс іздеп, карьера жасауды мақсат етіп кетіп қалатын болып жатса, әрине біз ең үздік мамандардан айырылып қаламыз. Сондықтан бұған бір жағынан жаңа мен объективті деп отырғаным, бұл тек біздің мемлекетке тән құбылыс емес, бұл барлық мемлекеттердің жағдайында болып жатыр. Барлық мемлекеттер қазір осындай жағдайда. Бірақ бұдан сақтану керек әрине. Біздің жастардың шетелге кетсе де оралуына жағдай жасауға ұмтылуымыз керек. Біз талантты жастарымыздың өз елімізде мүмкіншіліктерін жүзеге асыруға жағдай жасауымыз керек, осыған ұмтылуымыз керек. Жақсы. Ерлан мырза, сізге көп рахмет айтамын уақыт тапқаныңызға. Бұйырса офлайн сұхбатында уақыты бір келер деймін. Енді спикердің сұрайтын заңды сауалым ғой, ұнады ма сізге сұхбат? Көңіліңізден шықты ма? Енді мен Нартай, өткен жолда сұрайсың, бүгін де сұхбат отырсың. Мен саған жауап бермеуім керек. Мен сенен сұрауым керек. Ерлан мырза, шықты ма, шықпады ма? Халық ол өзінің пікірін астына білдіріп жатады. Мен
журналист ретінде спикерден білгім келетіні ғой, дұрыс дүние қоя алдым ба, дұрыс көңіліңізден шықты ма деген мәселе ғана. Менің көңілімнен шықты. Мен енді саған әрине айта алмаймын бір не ретінде. Бір үйреткендей бола алмаймын. Бірақ дегенмен де меніңше сен олай сұрақ қоймауың керексің. Дұрыс сұрақ қоя алдың ба, дұрыс сұрақ қоя алмадың ба деп. Меніңше сұхбат жасаған адам, журналист, ол былай деп сұрау керек. Сіз сұхбат барысында айтқыңыз келген нәрсені айта алдыңыз ба, айта алмадыңыз ба? Мен айта алғаныңызға күмәнім болмай отырғасын сұрап отырмын ғой. Меніңше, жоқ, меніңше емес, мен егер де маған келетін болса, мен көп ойымда, көкейімде жүрген, мен де айтқым келіп жүрген сұрақтарға, тақырыптарға айта алған сияқты. Сен мына тікелей эфирің маған көптеген тақырыптарға қатысты өз пікірімді білдіруге мүмкіндік берді. Тамаша. Сізге рахмет, Ерлан мырза. Жақсы, рахмет, Нартай. Осы сұхбатты YouTube каналымызға саламыз, жүктейміз. Сау болыңыз. Рахмет. Жақсы.